Сәлем, хош келдің. Мен Жазигүл Мейірбек қызы, кәсіби йога жаттықтырушысымын. Бүгінгі сабағымызда тұтас денеге арналған ең алғашқы йогаға қадам басушыларға арналатын дене жаттығумен танысатын боламыз. Йога бұл барлық денені сауықтыруға арналған құрал. Ендеше дәл осы қарапайым үй жағдайында жасауға келетін йога жаттығуының көмегімен тұтас денеңізді сауықтырыңыз. Ең бірінші йоганы бастарда ең алғашқы қатысушыларға менің айтатын ұсынысым. Біріншіден, міндетті түрде тыныстауымызға өте қатты мән беруіміз қажет. Тыныстауға аса бір мән беріп, бірақ өзіңіздің іс-әрекетіңізді, дене қимылдарыңызды сәйкестендіру қажетпін деген қобалжуды өзіңізден тысқары қалдырыңыз. Алғашқы жаттығуларда біз тыныстауымызды игерсек, біз дене жаттығуын сәйкестендіре алмай, яғни дәл осындай біздің денеміздің қабылдауына дейін біраз уақыт қажет болады. Ең бастысы тыныстау барысында тынысыңыз терең, іш қуысымен тыныстауға тырысамыз, және де тыныстауыңыз бір ритмді, бір қалыпты болуына көңіл бөліңіз. Екінші, жаттығу барысының барлығында біз міндетті түрде омыртқамызды тік түзу ұстау қажетпіз. Күнделікті үйреншікті әдет сізге жабыңқы кеуде қуысын, біздің бүкіреуімізге алып келген болса, біз әрбір жаттығу барысында дәл осы кеуде қуысын ашып, біздің омыртқамызды тік түзу ұстауға тырысу қажетпіз. Біздің құймышақ пен қарақұстың ортасы қашанда бір түзу линияда созылып жатқан болуы қажет. Қарапайым осы нұсқаулықтарды ескеріп, жаттығуды менімен бірге бастаңыздар. Ары қарай сіз үшін қызықты болып жататын болса, дәл менің каналымда сіздерге йога жөнінде әрбір асындармен және тыныстау техникалары жөнінде бөлек тоқталатын боламын. Ендеше өзімізге ыңғайлы, яғни сидхасан күйінде отырамыз. Бұл біздің қазақ тілінде малдас құрып отыру тәсілі. Дәл осы жамбасымыз толық, жамбастың қыр сүйегі жермен жанасып, өзіміздің тепе-теңдігімізді дұрыс сақтай алып, денені алдыға немесе артқа қарай аудырмай, дәл ортасындағы күйін тапқаннан кейін, әрине екінші, біз міндетті түрде омыртқамен ұзара тік түзу ұстап отыруымыз қажет. Ендеше көзімізді жұмамыз, алақанды жоғары қаратып, немесе тізені жеңіл ұстап отыруымызға болады. Көзімді жұмамын, тілім таңдайдың үстіне тиіп тұрады, және көз жанарыммен мен дәл осы көзім жұмылып тұрғанымен көзден келес айналамдағы кеңістікке қарап отырамын, Яғни менің көз жанарым төмен қарай құлап тұрмауы қажет. Енді барлық назарымды өзімнің тыныстауыма аудара бастаймын. Тыныстау барысында денеңіздегі қандай бұлшық еттердің тыныстауды жүзеге асыруына көмектесіп жатқанын бақылауда ұстаймыз. Тыныстауыңыз бір қалыпты және өте еркін болуы қажет. Енді барлық назарыңызды тұтас денеге аударыңыз. Жоғарғы бас бөліміңізден бастап, дәл қазіргі денеңіздің күйіне, қаншалықты сізге жайлы болып жатыр, немесе қандай да бір ауырсыну сезімдері білініп жатыр ма? Физикалық денеңізге назарыңызды аударған соң, енді менталды күйімізге қарай назарымызды аударамыз. Қандай ойлар келіп жатыр сізге? Одан соң ішкі жан дүниеміздегі, яғни қандай да бір қобалжудың, қорқыныштың, немесе іштей бір толысқан сезімнің бар жоғына, яғни ішкі күйімізге бар назарымызды аударамыз. Бірақ тек назар аударамыз, ешқандай эмоцияға берілмеуге тырысамыз. Біз тек өз денеміздің бақылаушысы болып отырамыз.
Енді баяу көзімді ашамын. Басты оңға қарай бұрамын. Иекпен сырғи, мен сол жақ иығыма қарай келем. Сол иықтан баяу, оң иығыма қарай. Дәл осылай басымды алма кезек иекпен қозғалған тәрізді. Қозғаймын желке тұсындағы бұлшық еттердің өте жақсы созыла бастаған сезімі бізге білінеді, Содан соң, дәл осылай бір алақанымның үстіне екінші алақанымды қоямын да, иегімді жоғары көтеремін. Көтергеннен соң, иекті алдыға қарай мөлшермен 1 сантиметр итеремін. 1, 2, 3, 4, 5. Оң бағытқа қарай иегіммен бұрыламын. Жоғары қарай көтеремін, иекті жалғасты. 1, 2, 3, 4, 5. Сол бағытқа қарай басымды бұрамын, иекпен бұрыламын, мен. Содан соң иегімді жоғары көтеремін. 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Басты толық 360 градусқа айналдырамын. Артқа қарай айналдыру барысында мен желкемді сығымдамаймын. Тек мен алдыңғы иегімді жоғары қарай көтеріліп, жоғары қарай иекпен созылып жатқан тәрізді толық 360 градусқа мойнымды айналдырамын. Қарама қарсы бағытта. Айналдырамын жалғасты басымды. Егер мойындарыңызда шықырлаған құм тәрізді, яғни желке тұсында дауыстар естілсе, әрине бұл мойын омыртқасының ең алғашқы қартаю белгілерінің бар екенін көрсетеді, яғни остеохондроз. Ары қарай мен иығымды артқа қарай айналдырамын. Яғни иықпен бірге бізде жауырын қозғалады, Алдыға қарай бірнеше рет. Енді иықты артқа қарай айналдырамын. Иықпен жауырын бірге қозғалады. Алдыға қарай бірнеше рет. Қолды екі жақ жанға қарай ашамын. Енді денемнің артынан екі саусағымның ұшын бір-біріне кезекпен-кезек тигізетін боламын. Дем тартамын, дем шығарамын. Дем тартамын, дем шығарамын. Өте жақсы. Қолымды екі жаққа қарай аштым. Енді алақанымды өзіме қарай тартып, қолымның бүткіл тарамыстарының тарылып жатқаны, маған сезіледі. Тыныстаймын. 1, 2, 3, босатамын. Қолымның басын жеңіл ары-бері қозғаймын. Содан соң бас бармағымды бүгіп, жұдырықты түйемін де айналдырамын білезігімді. Қарама қарсы бағытта айналдырамын. Өте жақсы. Қолды екі жақ жанымен дем тартқанда көтеремін де, дем шығарған кезде бір жақ жаныма қарай дененің жан бөлігін соза түсемін. Біз кеудені алдыға қарай, яғни жауып алмаймыз, керісінше жанға қарай созылуға тырысамын. Дем тартамын, дем шығарамын. Жамбас көтерілмеу қажет. Әрбір дем тартқан кезде біздің қолымыздың ұшынан жоғары қарай көтеріп жатқан тәрізді.
яғни созылу қажетпіз. Дем тартамын, дем шығарамын. Жалғасты. Дем тартамын, дем шығарамын. Енді бірнеше тыныстау циклында ұстауға тырысам. Тыныстаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Көтерілемін. Дем тарттым. Дем шығарған кезде екінші жаныма қарай. Дем тартамын. Дем шығарамын. Үш, 4, 5. Өте жақсы. Қолды жоғары қарай көтерем. Дем тартамын да, дем шығарған кезде алдыға қарай созыламын. Дүзу омыртқамен төмендеуге тырысамын, е. Тыныстаймын. Енді оң жақ тіземе қарай қозғаламын. Жамбасым жерден көтерілмеуі қажет, е. Тыныстаймын. 2, 3, 4, 5. Ортаға қарай жылжимын да, енді мен сол жақ тіземе қарай жақындаймын. Жалғасты қолыммен алдыға қарай созылған соң тыныстауды жалғастырамын. 1, 2, 3, 4, 5. Ортаға қарай жылжимын. 1 рет жақсылап дем тартамын. Дем шығарған кезде орнымнан жоғары қарай көтерілем. Енді тіземнен ұстаймын да, дем тартқан кезде алдыға иіле қозғаламын да, дем шығарған кезде омыртқаны артқа қарай иемін. Дем тартамын, дем шығарамын. Жалғасты. Дем шығарамын. Өте жақсы. Енді омыртқамен бір бағыттан екінші бағытқа қарай теңселе қозғалам, яғни мен өзімнің жамбасымның қыр сүйегінен бірінен екіншісіне қарай салмақтың ауып жатқанын толығымен сезінемін, е? 4, 5. Қарама-қарсы бағытта 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Енді төсемемізге көлденеңінен отырамын. Егер аяқтарыңыз үйығып қалған болса, бірнеше рет сілкілеп, яғни аяққа түскен артық салмақпен қысымнан босатып алуға тырысамыз. Енді тіземен бірге мен тобықты айналдырамын. 1, дем тартамын, ақырын соза дем шығарып отырамын, е. 3, 4, 5, 6, 7. Қарама-қарсы бағытта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Өте жақсы. Енді білекке мен тіреймін. Білегім тура иықтың, яғни астында шынтағыммен менің білегім бір сызықтың бойында болуы қажет. Мен дәл осылай тірегеннен кейін, енді оң жақ аяғымды бүгемін.
және сыртқа қарай айналдырамын. Яғни мен жамбас ұршық буынын айналдыра түсемін, иә? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қарама-қарсы бағытта айналдырам. Яғни сырттан мен ішке қарай жабуға тырысам. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өте жақсы. Екінші сол аяғымызды бүгемін, сырттан бастап айналдырам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өте жақсы. Сырттан ішке қарай енді қарама-қарсы бағытта 10 рет айналдырамын. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өте жақсы. Жоғары қарай көтерілемін. Дененің қай бөлігімен біз жұмыс істесек, яғни сол дене бөлігіндегі біз қызған, сыған сезімді сезіну қажетпіз. Егер денелеріңізде әлі ондай сезімді сезбей жатқан болсаңыздар, әрине видеоны осы жеріне тоқтатып қойып, яғни әрбір жаттығудың санын арттырып жасауларыңызға болады. Енді барлығымыз йоганы енді бастап жатқандықтан, дененің яғни толық мүмкіндігі бізге қатталуға мүмкіндік бермейді. Яғни қысқарған дене бұлшық еттері бізге қатталуға мүмкіндік бермейді. Сол себепті де дәл осы дене үшін өте пайдалы пашчимотанасаны біз жеңілдетілген нұсқада жасаймыз. Яғни өзіміздің өкшемізге тіреміз, аяқтың ұшын өзіме қарай тартып ұстаймын, міндетті түрде мен тізені бүгемін. Содан соң мен өзімнің омыртқамды, бағана видеоның басында айтып өттім, омыртқаны біз қашанда түзу ұстау керекпіз. Омыртқамен тік түзу ұзарғаннан кейін қолды екі жақ жағымен жоғары қарай көтеремін, дем тарту. Дем шығарған кезде мен алдыға қарай қатталамын, қолымды созамын, дем тартамын, дем шығарамын. Жалғасты. Дем тартамын, дем шығарамын. Дем тартамын, дем шығарамын. Соңғы нүкте, енді қаламын. Өзімнің табанымнан ұстаймын да, яғни қолыма салмақты алып, одан сайын омыртқаны дүзеп ұзара түсуге тырысамын. Содан соң мен біртіндеп төмен қарай баспен, яғни төмендей бастаймын. Ең бастысы бізде омыртқа міндетті түрде түзу болу қажет. Яғни иілген, домаланып тұрған омыртқа біз үшін қауіпті, денсаулығымызға келтірер, пайдасынан қарағанда зияны көбірек болады. Сол себепті де міндетті түрде түзу омыртқаны қашанда ұстауға тырысамыз. Тыныстаймын. Әрбір дем шығару мүмкіндігінше ұзартуға тырысамын. Жүйке жүйелеріңіздің өте жақсы тыныштала бастағанын байқайсыздар. Өте жақсы. Енді түзу омыртқамен босатып, мен малдас құру арқылы алақанға және тізеге тіреп тұрамын. Алақан қашанда мендегі білезігім, шынтағым және иығым бір сызықтың бойында, тіземмен менің жамбас буыным екеуі бір сызықтың бойында, және арасындағы көлем міндетті түрде алақанымыз иық көлемімен бірдей, ал тіземіз жамбас көлемімен бірдей ашылуы қажет. Енді біз марджари асынмен ары қарай жалғастыратын боламыз. Дем тартамын. Дем шығарған кезде омыртқаны иіп, міндетті түрде алақан және тізеге мен итере түсем. Дем тартамын.
Дем шығарамын. Жалғасты. Жалғастырамын. Өте жақсы. Енді дәл осы өзімді артқа қарай алақан және тіземен итере түсемін. Бірнеше рет тыныстау. Содан соң мен енді сол бағыттан бастап оң жаққа қарай омыртқамен мен біртіндеп кеңістікте шеңбер салатын болам. Икемді омыртқамыз болған сайын бізде түрлі омыртқаға қатысты дерттер болмайды. Қарама-қарсы бағытында 3 4 және 5. Өте жақсы. Енді алақанымды алдыға қарай созамын, немесе төсеменің дәл осылай шетінен, яғни алақандарыңыз өздеріңізді ковриктан тайып жататын болса, дәл осылай ұстап аламыз. Содан соң мен кеудеммен төмендей түсемін, пружина тәрізді, жоғары қайтадан көтерілемін. Төмендей түсемін, жоғары қайтадан көтерілемін. Сіздерде төмен түсу нүктелеріңіз әлі жоғарырақ болып тұрса, кеуденің әлі ашылмаған икемі болмай тұрса, яғни әрбіріміз өзімізді жіберетін нүктеге дейін ғана денені икемдеп пружина тәрізді қозғалуға тырысамыз. Енді соңғысында, яғни біз толығымен иекке тіреп, кеудемен төмендей түсеміз. Тыныстаймын. Өте жақсы. Жоғары қарай көтерілемін де, артқа қарай компенсация ретінде мен бірден баласынға көшемін. Өзімнің жамбасымен міндетті түрде өкшеме дейін, яғни тиіп тұру қажет. Қолыммен толық алды қарай созыламын. Тыныстау ритмін қалыпқа түсіргенге дейін. Дәл осылай қаламын. Тыныстаймын. Дәл осылай көтерілемін. Көтерілемінде енді білегіме тіреймін. Шынтақ тағда иықпен бір сызықтың бойында болуы қажет. Мен содан соң оң аяғымды жоғары қарай көтеремін. Дәл осыны статикалық нұсқада сақтаймын. Тыныстаймын, жалғасты. 1 2 3 4 5. Дені бүгіп босатамын. Енді сол аяғымды жоғары қарай көтеремін. 1 дені бүкпейміз. 2 3 4 5. Өте жақсы. Алақанға қайтадан тіреймін. Аяқтың ұшына тіреп, адха муха ашвасанаға көшемін. Ең алғаш бастап жатқан кезімізде біз тізені бүгіп, өкшемізді көтеріп тұруымызға болады. Тыныстаймын. Ал ары қарай бара алатынымыз, яғни толық кеудемен төменде алғаннан кейін біз тізені түзулеп, табанымызды, яғни толық жерге жанастыруымызға болады. Тыныстаймын. Енді сол аяғымды төсеменің ортасына қарай қозғап, тіреп қоямын да, оң аяғымды жоғары қарай көтеремін.
мүмкіндігінше ең максималды нүктесінде көтеріп ұстауға тырысамын. Тыныстаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Бүгіп алып келіп, оң жақ алақанымның сыртына қарай тіреп қоямын. Содан соң оң жақ қолымды көтеремін. Артқа қарай кеуде қуысын аша түсуге тырысамын. Дем тарту. Дем шығарамын. Келесі дем тартамын. Дем шығарамын. Оң жақ қолымның ұшынан мені тартып жатқан тәрізді артқа қарай. 3, 4 және 5. Өте жақсы. Тіземді жерге тигіземін. Сол жақ аяғымның сыртына тіреп қойғаннан соң мен оң қолыммен оң жақ тіземнен итере түсемін. Тыныстаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Алақанға толық тіремін, салмақты аламын. Сол жақ аяғымның ұшына тіреп, оң жақ аяғымды артқа қарай жинап, қайтадан Адха Муха Ашвасанаға көшемін. Енді оң жақ аяғымды ортаға қарай қозғап тіремін. Сол жақ аяқты жоғары қарай көтеремін. 1, 2, 3, 4, 5. Енді сол аяғымды сол жақ қолымның сыртына қарай мен тіреймін. Оң қолыма салмақты салып тіреймін. Сол жақ табаныма толығымен салмақ салынып тұрады. Артқы оң аяғымның ұшына тіреймін және тізесі менде бүгілмейді. Тізе және тізе табақшасын міндетті түрде өзіме қарай тартып ұстаймын. Енді дем тартқан кезде сол қолыммен артқа қарай ашыла түсемін кеуде қуысын. Дем шығарамын. Дем тартамын. Дем шығарамын. Жалғасты. Дем тартамын. 4, 5. Өте жақсы. Оң жақ тіземді жерге толығымен тигіземін. Аяғымның сыртына тірегеннен соң мен енді сол тіземді сол қолыммен сыртқа қарай итеремін. Тыныстаймын. 3, 4, 5. Алақаныма толық салмақты салып тіреймін және артқа қарай қайтамын. Адха Муха Ашвасанаға. Тыныстаймын, жалғасты. Кезекпен кезек тіземді бүгіп, кеудемен төмендей түсемін. Оң жақ аяғымды қайтадан жоғары қарай көтеремін. Максималды нүктесіне көтеріп, толығымен жамбас қуысын ашқаннан кейін мен аяғымды бүгіп алып келіп, дәл осылай оң жақ тіземді оң жақ білезігімнің артына жақындатып қоямын. Енді сол аяғыммен мен ақырын жылжып, жамбаспен мен төмендей түсуге тырысамын. Ары қарай мен оңға және солға жамбаспен қозғаламын. Тыныстаймын. Содан соң мен біртіндеп кеудеммен төмендей түсем. Жалғасты. Тыныстау ритмімізді бір қалыпты, тұрақты етіп
тыныстайып отырамыз, е. Немді мүлдем ұстап қалмаймыз. Тыныстаймын. Қолымды тіреймін де, мен артқы сол аяғымды өзіме қарай бүгемін. 1, 2, 3, 4, 5. Алақанға толық салмақты салып, сол аяғымның ұшына тіремін де, мен баяу артқа қарай қайтамын. Адхамуха, ашвасанаға. Енді мен сол аяғымды жоғары қарай көтеремін. Содан соң бүгіп алдыға қарай алып келемін. Артқа аяғымның көмегімен ұшына тіреп, мен жамбаспен төмендей түсем. Екі жақ жанға қарай кезекпен кезек қозғалыс жасаймын. Тыныстаймын. Кеудемен төмендей түсем. Тыныстаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Кеудемді көтеремін. Артқы аяқты өзіме қарай бүгемін. Оң аяғымды 1, 2, дем тартамын, дем шығарамын. 3, дем тартамын, дем шығарамын. 4, дем тарттым, дем шығарамын. 5. Және алақаныма толық салмақты салып, аяғыма оң жақ ұшында тіреймін де, артқа қарай адхамуха ашвасанаға көшемін. Кезекпен кезек тізені бүгетемін. Енді жеңіл тізеге бүгіп, артқа қарай вирасанаға көшемін. Енді бір жақ жаныммен аяғымды ақырын ғана қозғай бүгіліп отырамын. Содан соң табанымды бір-біріне жанастырып, мен жамбасымның бар бұлшық еттерін екі тіземді жерге қарай жанастыруға тырысамын. Әрбір әрекет сайын мен жерге жанастыруға тырысамын. Яғни біз көбелек тәрізді ары-бері қозғамаймыз. Керісінше жамбастың, біздің санымыздың бұлшық еттерінің көмегімен өзінің жерге қарай жанасуына мүмкіндік беремін. Тыныстаймын. Өте жақсы. Енді оң жақ аяғымды жамбасымның астынан табанымды тіреп қоямын. Сол жақ аяғымды, оң жақ аяғымды үстінен, яғни өткіземін. Дәл осылай екеуін бір-бірінің үстіне, екі тізем бір-бірінің үстіне тұратындай етіп қойғаннан соң, мен екі жамбасыммен толық жерге жанасып отырамын және тыныстаймын, тыныстаймын. Гомуха асан біздің соңғы асандарымыздың бірі. Алдыға қарай қолымды тіреп, аяғымды көтерілемін де, айналып, мен толығымен қайтадан астыңғы жағында оң аяғым үстінде, сол аяғымды үстіне, яғни сол жақ тізем үстіне келеді. Тағы да екі жамбасыммен нық, толық жерге отырғаннан соң, көзімді жұмып, жалғасты менің дәл қазіргі жамбас ұршық буынымдағы жүріп жатқан процестерге назар аударуға тырысамын. Тыныстаймын.
Босаттамын аяғымды. Содан соң мен қырында, яғни жатамын шалқалап. Соңғы асында біз тіземізді бүгіп, өзімізге қарай жақындатып, арлы-берлі теңселе түсуге тырысамыз. Яғни бел омыртқа тұсындағы бұлшықеттердің толық босаңсуына күн сайынғы жаттығу арқылы әсер ету қажетпіз. Содан соң аяғымның арасын жамбас көлемінде ашып, толық дененің босаңсыған күйінде алақан жоғары қарайды. Көзімді жұмып, барлық назарды тыныстауға аударуға тырысамын. Барлық назарды тыныстауға аударамыз. Дәл қазіргі дененің күйіне, сіз үшін қаншалықты жайлы, әлде жаттығудан кейін денеңізде ауырсыну басым ба? Тұтас дененің дәл қазіргі жағдайына назар аударамыз. Ал ішкі жан дүниеңізде қандай да бір бостық, өте бір жайлы, толысқан сезім пайда болды деп ойлаймын. Дәл осы сезімді күні бойы өзімізде сақтап жүруге тырысамыз. Дәл осы ішкі толысқан сезіммен енді оң жаққа қарай қырындаймын. Оң жақ білегімді басымның астына қарай қоямын. Қырындап бірнеше тыныстау циклында жатуға тырысам. Тұтас дененің қан айналым жүйесін қалыпқа түсіруіміз қажет. Содан соң өзімді итеріп, жоғары қарай көтерілем. Қайтадан малдасымызды құрып, отырамыз. Денені тік түзу ұстау, омыртқаны тік түзу ұстаймын. Қолды екі жақ жанымен жоғары қарай көтеріп, дәл осы кеңістіктегі қалған энергияның барлығын өзімнің жүрегіме қарай жақындатып, дәл осы энергияны толық осы жерін қиясын. Жүрек тұсына алақанымызды қойып, іштей барлық өзіміздің ризашылық білдіретін ең қарапайым нәрселерімізге ризашылық білдіреміз. Әрине, бұл ең бірінші өз денелеріңізге дәл осы жаттығуға мүмкіндік бергеніне ризашылық білдіру. Ал мен сіздердің менімен бірге жаттыққандарыңыз үшін ризашылық білдіремін. Дәл сондай толысқан сезіммен көзімізді ашамыз. Бүгін ең алғашқы йога жаттығуын менімен бірге жасадыңыздар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ендеше міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта йога жаттығулары бойынша толықтай қазақ тіліндегі білімдермен өздеріңізбен бөлісетін боламын. Ендеше сау болыңыздар.